Махамбет Өтемісұлы қазақтың әйгілі ақыны, күйші композиторы, отаршылдыққа қарсы Исатай Тайманов бастаған көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі. Осы көтерілістің жалынды жыршысы. Дауылпаз жырдың тарланы ол Махамбет Өтемісұлы. Махамбет Өтемісұлының Исатай Тайманұлына арнап жазылған «Исатай деген ағам бар, мінгені Исатайдың ақтабан-ай, есіл ер, Тайманның ұлы Исатай, мінкен ер, Исатай сөзі, тарланым» өлеңдері бар. Махамбеттің Исатайды терең сүюі, егіле емірене жырлауының негізгі себебі оның өн бойындағы жақсы қасиеттері, езушілердің қанды тырнағынан халықты босатуға жұмсалуы. Бұған ақынның барлық өлеңдері айғақ. Исатайдың патриоттығын айқындауда мінкен ер айрықша орын алады. Күн шығыстың астында, күн батыстың тұсында қарындасым барды деп, қабырғасын сөксе деп, қанын судай төксе де қайыспас қара нарды деп, маңдайынан күн өтіп, жаурыннан жел өтіп, күн астынан жеткен ер айтып айтпай не керек, Исатайды өлтіріп, серкесінен айырылып, сергелдең болды біздің ел. Исатайды ақынның тереңнен сүйіп, тебірене жырлауының түп тамыры батырдың ел үшін еткен ерлік істерінде жатқандығының бұл өлең куәсі тәрізді. Махамбеттің жыр жебесі ол домбыра. Мынадай күйлерімен таныс болыңыздар. Жұмыр қылыш, қайран нарын, жауға шапқан, Исатайдың ақтабан-ай, қиыл қырғыны және жайық ақсу, өкініш, шілтелі терезе, жорық күйі. Махамбет өнегесімен, оның асыл мұрасымен таныс болыңыздар. Елімізде Махамбет Өтемісұлына және Исатай Тайманұлына арналып ескерткіш қаланды. Ал өнерімізді өркендету үшін Махамбет Өтемісұлы атындағы концерттік залдар мен театрлар өркендеуде.